Баршаңызға сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін мен сіздерге үй жағдайында қызыл ірімшіктің жасалу жолымен бөлісетін боламын. Ыдысымызға сүтімізді құямыз. Ыдысымыздың асты қалың болса, тіптен жақсы. Менде 3 литр сүтімізді қайнататын боламыз. Сүтіміз осылай шамалы көтеріліп, қайнауға сәл қалғанда біздің айранымызды құямыз. Айран 300 мл. Айранның пайызы маңызды емес, және де ашыған айран құйсаңыздар да болады. Және де араластырып, осылай асты жабыспас үшін үстінен қант қостым. Қант менде 200 грамм. Егер де тәттіні жақсы көрсеңіздер, одан да көп қоссаңыздар болады. Бетін жауып, баяу отта пісіретін боламыз. Видеода көріп тұрғандарыңыздай, сарыуызы бөлініп, ірімшіктің формасына келе жатыр, мінекей, еніп келе жатыр. Енді 2 сағат көлемінде қайнататын боламыз. Осы орайда қазанның қасында тұрудың қажеті жоқ. Біздің сүтіміз тасымайды, және де ыдысымызды алдын ала осылай дайындап қоямыз. Біздің ірімшігіміз кептіру үшін қажет болады. Мата немесе марля қолдансаңыздар да болады. Видеода көріп тұрғандарыңыздай, ірімшіктің суы тартылып, ірімшік формасына енген. Енді ірімшігімізді сүзгішпен сүзіп аламыз. Видеода көріп тұрғандарыңыздай, ірімшікті сүзіп алдым. Енді матамыз мықтылап орап, үстінен тарелка қойып, ауыр зат қойып, оны кептіретін боламыз. Суы сорғып, бір түнге қалдыратын боламыз. Біздің ірімшігіміз дайын. Ірімшіктің формасына еніп, осындай формалы шықты. Дәмі де өте керемет. Үй жағдайында жасап көрсеңіздер болады. Дүкендегі ірімшіктен ешқандай айырмашылығы жоқ. Видеоны соңына дейін көргеніңізге көп рахмет. Және де менің каналыма тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар.